Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз шоколадный бисквитный рулет жасаймыз. Ол үшін бізге міне жұмыртқалар келе жатыр. 4 жұмыртқа керек, ұн келе жатыр, ұн керек, шоколад, сахарный пудра, құмшекер, сливки, разрыхлитель керек. Ол үшін біз 4 жұмыртқаны жарып алып, оның ішіне құмшекерді саламыз да әбден миксермен шайқап тұрып көпіртеміз. Сосын оны көпіріп әбден шайқап болғаннан кейін, сосын оның ішіне ұнды разрыхлительмен араластырып аламыз да, соны саламыз да қайтып миксерлейміз. Сосын оны да шайқап аламыз да, бір келкі қоймалжың масса болу керек. Сосын оны сонда бір келкі қоймалжың массаға келтіргеннен кейін, міне видеодағыдай, оны аламыз да табанымызға пергамент төсеп, құямыз сөйтіп әдемілеп, бәрін түп-түзу 4 бұрышты табанымыздың шет-шеттеріне шейін бәрін дұрыстап бір келкі қылып, бірдей размерге жөндеп салып аламыз да, пешке 180 градуста бір 10-15 минутке ұстаймыз. Ол 15 минуттан кейін дайын болғанша біз кремімізді жасаймыз. 200 мл сливкиді алып, әбден шайқап, басында жаймен шайқаймыз, сосын көтеріп шайқап болғаннан кейін оның үстіне сахарный пудраны саламыз да араластырып аламыз. Сол кезде осындай крем болады. Енді міне біздің бисквитіміз пісті. Енді оны полотенцеға алып, орап қоямыз суығанша. Суығанын күтеміз. Суығаннан кейін оны жайлап ашамыз да, сосын оған біздің кремімізді жағамыз. Кремді өздеріңіз қалау бойынша сливкимен жасасаңыз да болады кремді, вареный сгущенка салсаңыздар да болады, қалаған креміңізді ішіне салсаңыз болады. Оған маңызды емес. Мінекей біз ашамыз, сосын өзіміздің бисквиттің ішіне осылай кремді жағамыз, сосын оны ораймыз. Осыны бисквит пісіп атқанша крем жасап аламыз, және де шоколадымызды ертіп қоямыз. Микроволновкаға болмаса водяной баняға ертіп аласыздар. Сосын осы рулетті ораймыз әдемілеп, орап болғаннан кейін оны дұрыстап шеттерінен бүкіл жеріне кремді жағып әдемілеп выравнивать етеміз да, сосын ертілген шоколадымызды алып, осындай ыдысқа құйып алсаңыздар да болады, оңай болу үшін. Болмаса құймасаңыздар, әшейін қасықпен құйсаңыздар да болады. Мен құйдым. Енді шет-шеттер шоколадын аққан шоколадтарын бәрін жөндеп жағып шығамын. Сосын менде кішкене крем қалды, жаңағы сливкиден жасалған. Соны мен формаға салдым да, кондитерский мешокқа. Енді одан төбесіне әсемдеп гүлдер жасап қоямын қазір. Осылай, әнекей әдемі болды. Енді шай ішуге дайын рулет. Ал ас болсын. Жақындарыңызды осындай рулетпен қуантып, дайындап берсеңіз болады.